Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Русучетті Қазақстанда тіркеуге қоя бастапты. Бұл рас па? Маған күнінде кемінде 10 адам осы сауалды қояды. Сөйтсем, бәрін бастап жүрген өзім екен. Барлығы өзімнің жасаған сюжетімді жолдайды. Міне сен сюжет жасапсың, полиция қызметкерлері де рас деп жатыр дейді. Оңғар Алпысбайұлы ретімен түсіндіріп берсін. Енді түсіндірейін. Мен Қазақстан ұлттық арнасында жұмыс істеймін. Ол кезде жаңалықтар қызметінде болған. Ол кезде дегенім, бұл сюжетті мен 2020 жылы 4 ақпан күні жасағам. Тура сол кезде Армения көліктеріне қатысты дау болып жатты ғой. Сосын президент бұл көліктерді уақытша тіркеуге қою керек деп пәрмен берді, тапсырды. Ішкі істер министрлігі, кірістер комитеті бірден іске кірісті. Олар бірден қатты, жоқ, тым қатты кірісіп кетті. Қаттылығы соншалық уақытша тіркеуге қоюға жауапты қызметкерлердің өздері қандай көліктерді қалай тіркеуге қою керектігін білмей жатты. Бірақ халыққа тіркеуге қоюды бастадық деп жариялап қойды. Шегінерге жол жоқ, түсіндіру орталықтарында ашты. Мен бір сұрақпен бірнеше жерге барып көргенім әлі есімде. Әрқайсысы әртүрлі жауап берді сол бір сұраққа. Сюжетті түсіру барысында да біраз қателіктер бар. Мен онда ресейлік көлікті уақытша тіркеуге қоям деп айтқан жерім бар дәл сол сюжеттің ішінде. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында қызған тірлік. Біз алғашқылардың бірі болып Ресейде тіркелген көлікке уақытша құжат алуға келдік. Уақытша тіркеуге қою үшін бізде барлық құжаттарымыз бар. Тіпті қауіпсіздік регламентіне сай келетін дәлелдейтін де құжатты алдық. Енді тіркеуге қоямыз. Шетелден келген көлік қой да? Уақытша тіркеуге тіркейін деп жатсыз. Уақытша тіркеуге керегі көлік иесінің тіркеу куәлігі керек бізге. Сіздің жеке куәлігіңіз керек болады бізге. Кейін көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлік ішінде бар да, сізде бәрі түгел. Оны да аспаннан алған жоқпын. Сол жердегі қызметкерлерден сұрап алған. Қандай көлікті қойып жатырсыздар деп. Ресей деп айта сал қателеспейсің дейді ғой. Сөйтсем, пәрмен Армения көліктеріне қатысты болған екен. Бұл кезде үкіметтік деңгейде Армениямен келіссөздер жүргізіліп, уақытша тіркеу салығын қай елге төлейтіндігі туралы мәміле жасалған. Ал халықпен тікелей жұмыс істейтін мамандар тура сол кезде бейхабар болып шықты. Айтпақшы, естеріңізде болар, ең басында Қазақстан бойынша 4-5 көлік қана уақытша тіркеуге қойылды да тоқтап қалды. Ережелерге қайта өзгерістер енгізілді. Оны мен қолыма ұстаған нөмірден ақ байқауға болады. Ол нөмірде сары нөмірде 18-ші регион деп көрсетілген. Неге бір сағат уақыт өтпей біздің құжаттарымыз толық дайын болды. Уақытша тіркеуге қойылған көліктерге Қазақстан аумағында, Қазақстан мемлекетінде ешқандай шектеусіз емін-еркін жүруге болады. Және тіркеу куәлігінде айрықша белгісінде уақыты көрсетілген, қай кезге дейін жарамдылығы. Сосын тіркеу тоқтатылды, ереже қайта өзгертілді. Арменияда тұрақты, Қазақстанда уақытша тіркеуге қойылған көліктерге алдыңғы әрпі А деген нөмірлер беріле бастады. Ал регион өзіміздің үйреншікті облыстарға тиесілі нөмірлермен белгіленді. Елорда 01, Алматы 02, Ақмола 03 деген сияқты. Сол нөмірлерден ақ байқауға болады. Бұл ескі, яғни шек ереже болған кезде жасалған сюжет екен. Сонымен тоғетері ресейлік нөмір таққан көліктерді уақытша тіркеу басталған жоқ. Басталама жоқ па, оны да мен білмеймін. Айтам, бұл ескі сюжет 2020 жылы 4 ақпанда жасалған. Менің таңғалатым 2 жыл бұрынғы материалды кім тауып жүктеп таратады? Жүктеген адам білді ғой оның ескі материал екенін, датасын көрді ғой. Әлде халықты әдейі дүрліктіру үшін жасай ма? Мен түсінбедім. Айтарым осы, жалған ақпараттарға сенбейік, тек тексерілген мәліметтерге сүйенейік. WhatsApp'тан келген кез келген ақпараттарды өздеріңіз үшін тексеріп алыңыздар. Мұндай үлкен жаңалық болса бір арнадан ғана сюжет жасалмайды. Барлық каналдардан көрсетіледі, барлық интернет сайттарда шығады. Google-ға жазсаңыз, өзіңізді тексеріп аласыз. Амандықта жүздесейік. Арнаға жазылып, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар.